бүгінгі тақырып кіші қазан. Филипп исаев голощекин, Қазақстан өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы, 1925-30 қазақ халқының жауы. 1925 жылы қазақ өлкелік комитетінің бірінші хатшысы болып голощекин келгеннен кейін Қазақстанда тоталитарлық жүйе күшейе бастады. Ол ауылдарда кеңестік биліктің әлі орнатылмаған ауыл билігі жергілікті байлардың қолында екенін жария етті. Ол өлкеде кіші қазанды ұйымдастырып, ауылдарды кеңестендіруді ұсынды. Голощекиннің бұл ұраны кіші қазан саясаты 1925-28 жылдары атауын алды. Бәріміз білетіндей, 1928 жылы 27 тамызда байлардың шаруашылығы тәркілеу туралы және 13 қыркүйекте тәркілеу қарсылық көрсеткені үшін қылмыстық жауапқа тарту және ірі жартылай ірі феодалдарды көшіру туралы деп аталған екі қаулы қабылданды. 700 ірі шаруашылықтың мал-мүлкін тәркілеу белгіленді. Малмен қоса бау-бақша, ауыл шаруашылығының құлдары, соқа-сайман, арба, шаны тәркілеуге жатқызылды. Голощекин саясатына қарсы шыққан алаш зиялылары: Ахмет Байтұрсынов, Дулатов, Аймауытов, Сейфуллин, Мендешев, Рысқұлов, Қожанов, Сәдуақасов, Нұрмақов, Сұлтанбеков. Кіші қазан мынадай іс-шараларды қамтыды: қазақ ауылдарын кеңестендіру, егістік-шабындық жерлерді қайта бөлу, бай шаруашылықтарын тәркілеу болған екен.